Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар менің. Мінекей бізде бүгін завершающий сабақ. Рас біз қолымыздың астында жаңа қағаз болса да болады, тағы да қайталай. Любой материалда, холст на картоне или специальная бумага для акриловых красок, любой. Енді біз бүгін түнгі аспанды беруді шештім. Мен түнгі аспанды жазып көремін. Менде бұрын пайдаланған холст. Так, міне аспанның орта жағын жарық цвет береміз. Голубоватый, розоватый оттенок. Яркий оттенок дейді ғой. Яркий оттенок. Енді ары қарай біз кете береміз. Аспан ары қарай барған сайын жаңағыдай салқындау светке ұласады. Кете береміз. Краска мына жерде бар, жеткілікті. Продолжаем. Бүгін біз мына размах жұмыс істейміз. Ешқандай аянып қалып қажеті жоқ. Сарыға қосамыз. Енді салқындау цветке жақындаймыз. Розовый оттенок. Розовый. Какой-то пустим. Жалпақтау кешкін алып, ары қарай тағы қызылды қосамыз. Қоңыр, қызыл жасыл, қоңыр оттенок болды. Енді кешкіне, сухой кешкіне. Круговой, домалақ қып.
круговой домалақ қылып беріп шығамыз. Мына жандарын да бояйын, онда бәрі бірдей болу үшін, чтобы никаких. Бұндай кезде романның да қажеті жоқ болады. Енді бір осындай бір түс шықты. Кеш десе болады, закат десе болады, түн десе болады, әйтеуір кім қалай қабылдайды, солай воспринимается. Мінекей. Енді кешкін аламыз қара краскамен жайлап не жерге. Жердің көрінісін салып шығамыз. Мінекей. Не жерге бүйтіп жер. Осындай бір. Енді кішкентай бір оттенок берсем ба деген. Бұны жерлерге бүйтіп кішкентай ғана бүйтіп. Раз аспан сондай болғаннан кейін, мына бір кусок да жағып жіберуге болады. Так. Енді талдың көрінісі. Чтобы картинка какой-то бір смысл болсын, скучно болмас үшін. Так. Тырнасам, жарық оттенок түсі шығады. Талдымды бітіріп алайын. Кисточка, жіңішке. Кисточка да керек. Өте жіңішке. Мен бұны аяқ астынан сразу сходу құрастырған дұрыс. Өйткені фантазия болу керек. Так. Көрдіңіздер ме? Әлі кепкен жоқ. Қалай тырнасам да өзі бір әдемі түстер шығады. Так, массивінің де можно быть келтіруге. Енді жерде какой-то бір жапырақ сияқты келтіріп тұрмын. Старта сала салды. Енді әрі қарай бұл фантазия бесконечна. Кішкентай қозғалыс болсын. Так. Жерде краска кетпегеннен кейін осындай картина туынды керек десек болады.
енді бір әдемі бір контраст болу үшін мынадай бір оттенк бергім келіп тұр да, контраст болып қалу үшін. Шексіз. Так. Енді алып, қазір тағы да көрсетеміз сіздерге. Ақ түсті алып. Енді шет жағына кішкентай бітіп ақырындап кішкентай әсер қылса по краям только шеттеріне ғана. Аяқ астынан осындай картина шыға келді. Сонда жұлдыз болып қабылдасаңыздар болады. Енді кім қалай қабылдайды? Так, жерде енді айтып отырмын ғой, шексіз енді сала берсең болады, қалай қылғанда да. Тағы бір жеріне әдемі мынадай бір кішкентай яркіс болса, ортасына яркіс. Қазір сосын қарамен тағы да все-таки кое-где надо подчеркивать. Кое-где қара да керек енді. Міне жерге де кішкентай тағы да көтті бір қасында тұрған кустарын құсатып, міне жерде де бір ағаш. Мына түстер араласып өзімен өзі әдемі болып кетті, көрдіңіздер ме мына? Өзі әдемі болып шыға келді. Бесконечно өйстіп сала берсе шіркін. Әр кетсе бір 15 минутта мынадай әдемі картина шықты. Міне біздің бір жылдық сабағымыз осымен бітті. Құрметті ата-аналар және мен оқушыларым, мінекей биылғы бір жылдық оқу жылы бітті. Енді қазіргі уақытқа байланысты онлайн сабақ өткізуге тура келді. Менімен бірге осы уақытқа дейін бірге болғандарыңызға мыңда бір алғысым шексіз. Әрине, осы берген тапсырмалардың бәрін орындайды деп сенемін сіздерге. Енді Алла қаласа, бәрі жақсы болса, осы бір індет кеткеннен кейін барлықтарымыз осы класста отырып, бұрынғыша бір-бірімізбен ауыз-ауыз, көзбе-көз көріп, әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға дендеріңіздің саулығын тілеймін, ауырмаңыздар. Келер жылға дейін көріскенше сау саламат